Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 48-ші сабаққа келдік. 48-ші сабақ санның кубы. Бүгін сен санның кубын 1/3 көбейткіштің көбейтіндісі ретінде ұғынуды үйренесің. Бірінші тапсырма. Монумент сөзін білесің бе? Берілген суреттегі монументтердің маңыздылығы қандай? Есепте. Сонда сен олардың әрқайсысының атауын білетін боласың. Біз бірінші 8-дің квадраты. 8-дің квадраты 64-ге тең. Бұл дегеніміз 8 көбейтілген 8. 9-дің квадраты 81-ге тең. 9 көбейту 9. 7-ның квадраты 49-ға тең. 7 көбейту 7. Дәптерімізге мұқият орындаймыз. Екінші тапсырма. Санжар Венгрияның Будапешт қаласында болып, кубик Рубик ескерткішін көрді. Ол сыныптастарына сыйлық әкелмекші болды. Сыйлықтық текшелер сатып алып, оны текше пішінді үлкендеу қорапқа жинастырып салды. Санжарға оларды санауға көмектес. Көмектесеміз. Кубик Рубиктің бізде текшенің 6 бұрышы болады. 6 бұрышы. 6-ны көбейтеміз 9-ға. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-ға көбейтеміз. Тең 54. Яғни бізде мына жерде 54 кубик Рубик бар екен. Екінші тапсырманың әсі. 1/3 көбейткіштің көбейтіндісі болып табылатын сандарды таба аласың ба? 3 көбейткіштің дегеніміз, яғни санның кубы. Бұл жерде 75, 64 және 8. Бұны қалай табамыз? Келесі бетте көрсетілген анық нұсқасы. Бұл жердегі, мысалы, 75-дің кубы. 5-ті 5-ке көбейтсек 25, 25-ті 5-ке көбейтсек 75, яғни 5-тің кубы 75 шығады екен. 4-ті 4-ке көбейтеміз 16, 16-ны 4-ке көбейтсек 64, яғни 4-тің кубы. 2-ні 2-ке көбейтеміз 4, 4-ті 2-ке көбейтсек 8, яғни 2-нің кубы 8 шығады екен. Түсінікті ма? Б тапсырмасы. Көбейтіндіні көбейткіштің квадратына немесе кубына алмастырып есепте. Бұл жерде 3-дің квадраты, 6-ның квадраты, 9-дің квадраты, 7-ның квадраты және 2-нің кубы, 3-дің кубы деп жазамыз және соны шығарамыз. Мына жерде толық тапсырманың берілген, соны дәптерімізге мұқият көшіріп аламыз. Үшінші тапсырма. Тұрғын үй кешенінің ауласына 9 шырша отырғызылды. Бұл отырғызылатын шыршаның 4-тен 1 бөлігі. Шыршаға қарағанда 6 есе кем терек отырғызылды. Аулаға барлығы қанша шырша мен терек отырғызылды? Бұл жерде есебіміз 2 шартпен шығады. 2 шартпен шығады. Және де шырша мен теректің қанша түп отырғызғанын анықтауымыз керек. Мына жерде 6 есе кем отырғызылды терек. Яғни бірінші 9-ды 4-ке көбейтеміз. 36 және осы шыққан санды 6-ға бөлеміз. Сол кезде біздің 36 шырша және 6 терегіміз анықталады екен. Төртінші тапсырма. Сандардың квадраты мен кубын есепте. Бізде сандардың квадраты мен кубын есепте. Яғни 1-дің кубы 1 көбейту 1 көбейту 1 тең 1 шығады. 5-ті 2 рет көбейтеміз. 5 көбейту 5 тең 25. 8 көбейту 8 тең
64. Қалған тапсырманы осыған қарап мұқият орындаймыз. Келесі тапсырма 5-ші. 5-ші тапсырмада бірінші графаны ғана орындаймыз. Бұл жерде біз бірінші жақшаның үшін орындаймыз. 35-тен 5-ті аламыз 30 және 30-ды 5-ке бөлеміз 6 шығады екен. Екінші 45-ті 9-ға бөлеміз 5, 72-ні 9-ға бөлсек 8, екеуін қоссақ 13 шығады екен. Қалған тапсырманы да осылай қарап орындаймыз. Түсінікті деген ойдамын. Сау болыңыздар балалар. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.